барлығымыз ұялы телефонымызды алып қанатымызды қосамыз жабдықтарымызды. Осы алдымызда жатқан карточкаға фонариктерді қосқанда ішіндегі сөздер бізге көрінеді. Әр топтан бір оқушының оқыса, кім оқиды? Оқи ғой. Шамды жағып қоймайды. Шамды жағып қойма, жақсылықты тілеген жолына сәттілік болсын әр күнін жарық боп тұрсын өмірін. Бұл мысалы сәттілік Жұмысқа келіп, шаттанды, сайтты сабақты бастады. Жарайсың, оқи ғой. Жарқы араған шамдай болып, білімге бір жол аштық. Ашайық, сәтті болсын бүгінгі күн, жаңа табысқа қадам басайық. Жарайсың. 269 есеп, барлығымыз орында келіп қайып олды. Үй тапсырмасын принтер әдісімен тексеріп шықсақ, барлығымыз дәптерімізді ашамыз, есепті қараймыз. Біріншісі, бізде тапсырма қандай болған? 2/17 жайғы жеткізуге жазылатын, енді бізде біріншісі 2/17. Осында жауап шықты ма сізде? Келесі 6/19. Келесі дұрыс па? Тағы оқады? Келесі 30 бөліп 31 бөліп 100. 100-ден 31. Келесі 72 бөліп 113. 113-ден барлығымызда дұрыс па? Төрттен бір болады, жарайсың. Егер кім шығады? Басқа кім шығады? Басқа оқушылар шығасына ма? Кім? Зиоди келе ма? Sayıda оқи қойшы. Тақтаға жазамыз. Кітапта фигуралар осыған қарап жазамыз. 262 есеп. 262 жазып қойсын. 9 бөлікке бөлінсе, 3 бөлігі боялған, 9-дан 3. Келесі бөлік санай ғой. Боялған 8, боялмаған барлық бөлік ше. Барлық бөлік 19. Санай ғой дұрыс. 16. 16, сонда 16. Бөлшекпен дұрыс жазылған мекенін көрсетеміз. Қайсы дұрыс жазылған екені дейді. Біріншісінде 20-дан 7 дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па, қарапшы. 20-дан 7. Бөлінген бөлшектердің бәрі 4-тен асады. Қанша болып тұр? Бұл жерде 8 бөлшек. 8. Боялғаны 1. Сонда қандай бөлшек болады бізде? 8-ден 1. 8-ден 1 жарайсың. Келесі 20-дан 7. Жоқ, кешірім сұраймын, 4-тен 3. 4-тен 3. Бұл да дұрыс емес. Дұрыс емес. Дұрысын айта ғой. Өйткені бұл жерде бөлшектер Шеңбер қанша бөлінген? Шеңберде 6-ға бөлінген. Жоқ, дұрыс айтасың. 8. Бұлар 8-ге бөлінген. 8-ге бөлінген. Қаншауы? 8. Бұл жерде 8 бөлшектің 3-еуі боялған, сондықтан 8-ден 3. 8-ден 3 жарайсың. Зиядың тақтаға шыққан балалар бір-бірден асықты басып топқа бөлінеміз. Бізде бөлшектер тобы, алым бөлім болып топ. Алым
Birinchisi qanday? To'g'ridan yuz bo'ladi. Tartibda ikkiga bu bizda to'g'ri bo'lingan qamish ikkovi bo'yalgan. 9dan 5ga. Kelesi. Bu yerga to'rtta bölüşekka bo'lingan, ushovi bo'yalgan. Kelesi bu bizda sharshi bu 4 bo'lakka bo'lingan, uning ichida 4dan 1 bo'ligi bo'yalgan. O'shanda qattiq qarash. Tanıştıralım. Bo'yalgan. Mana bu 8i bo'yalgan, qolgan bölüşeklari bo'yalmagan. Bu bölüşek bizde 6dan 2 bölünür. Sonuçtan o 6dan 2 bölüşegi bo'ladi. Bu bölüşektin bарлығы 4 bölüşek, al bunun birevi ғана boyalған. Sonuçtan biz buni 4'te 1 bölüşekке сәйкестендіріп қойдық. Al bu Kelesi. Tartamiz bärimiz. Ya, qo'limizga turamiz. Kerak. Balalar tindaymiz barligimiz. bu bizde 4 bölüş. Bu haqda tek birevi ғана bo'yalgan. Sonuçtan 2'de 1 bo'ladi. 2ga bo'lingan. 2'ye bo'lingan. Mына жерде 3 бұрыш. Бұл жерде бізде 3 bo'yalmagan, біреуі қалып bo'yalgan. Сол үшін 4'те 1 болады. Жарайды. Ақа жарайсың. Ал бұл бізде ол бізде үшеуі ғана bo'yalgan. 4 бұрыш Bu 2ga bo'lingan. бөлініші 2. Qattiqlar. Бұның Birevi bo'yalgan. яғни бұл 2'de 1 болады. 2ga 1 jaraysin. Kelesi. Bu bölüşek bizde 3 bölüş деп аталады. Бұл бізде Kelesi joy bölüşekte. Qattiqlar. Tanıştıralım balalar. Balalar. Tanış. Aha. Ya. Ya. Kaç olsanda 6'da 1 ya. Kelesi. Şarşı 4 bölükte bölünген, onun bir bölümde boyalmaz. 4'ten 1. Şarşı bu 2'ye bölüngen, bu жерде 2'de 1. Бұл жерде 3 бұрыш, ол 4'ке бөлінген, және мен ол 3 бөлігі болған 4'тен 3. Бұл жерде бұл 4 бұрыш, тік 4 бұрыш фигурасы. Шаршы. Ya. Kaçağa bölüngen? Бұл 273. 273.